Merhaba arkadaşlar. Bugün men tағы Yükselişке келе жатырмын. Тағы демалыс. Алдын Тасария академиясы ұйымдастырған еді пикникті. Ал енді осы жолы Yükselişтің ішіндегі адамдары ұйымдастырыпты. Типа студенттермен қоштасу. Солай ма? Студенттермен қоштасу ма? Дәл өзі. Менің группаласым осы айтып бағана аяқ астынан давай деп шығып кеттік екеуміз. Сағат 8-де басталады. Қазір біз кешігіп келе жатырмыз. Білмеймін, бір қызықты нәрселер, концерттер күтіп тұрған сияқты. Тамақ бесплатно, бірінші тамақтарымды алып алыңдар дейді. Біреудің құдалығына кіріп кеткен жоқпыз біз. Қыз сатып жатырмыз енді. Той сияқты да кәдімгідей. Так, қазір кішігірім үзіліс, себебі қазір осы сәтте, осы қазір бізде июнь, май, апрель айларында біздің студенттердің телефондары, сим-карталары блокировкаға түсіп жатты. Сол туралы біраз айтып кетейін сіздерге, және тарифтер туралы. Біреулеріңіз білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. Түркияға сіз келген кезде өзіңіздің телефоныңызбен келесіз, сөйтіп осы жақтан сим-картаны сатып аласыз. Сөйтіп сіздің Қазақстаннан келген телефонға оны қолданған кезде оған сізге бір 3 айға сізге уақыт береді. Сол уақыттың ішінде ғана қолдана аласыз, одан кейін блокировкаға түседі. Блокировкаға түспес үшін оны не істейсіз? Сіз оны телефоныңызды, өзіңіздің Қазақстаннан алып келген телефоныңызды регистрацияға тұрғызасыз Турцияға, сөйтіп оған налог төлейсіз. Менің естуімше налогы біраз қымбат, 100 мыңдай ма сондай деп естідім. Екінші варианты, ол налогқа кеткен ақшаға лучше 50-60 мың теңгеге осы жақтан телефон сатып алу. Ол телефон уже бұл жаққа регистрацияға тұрған, ешқандай проблем болмайды. Және үшінші варианты, маған өткен жылғы студенттер айтты, және YouTube-тан да көрдім. Сіздің телефоныңызда 2 сим-карта болатын болса, просто орын ауыстыра салу. Солай орын ауыстырсаңыз, тағы 3 айға созылады. Кейін 3 айдан кейін тағы ауыстырасыз, созып жүре бересіз. Ол өте жақсы вариант. Негізі ол істелінсе, себебі налог та төлемейсіз, телефон да сатып алмайсыз, өз телефоныңызды қолданып жүре бересіз, өте ыңғайлы. Бірақ қазір ол работает, не работает, соны қазір мен көз алдарыңызда қазір соны тексеремін. Бірақ тексерместен бұрын сіздерге кішігірім тариф туралы айтып кетейін. Біз қыстың күні кимлік нөмір алған кезде тарифтерді білдік, қандай тарифтер бар. Соның ішінде ең тиімдісін сіздерге қазір көрсетемін. Бірінші соны көріңіздер. По идее, бір жылға контрактіге отырып алған жақсы екен. Енді келгендер біз университетке түсеміз деп келдік қой, 3 жыл боламыз деп келдік. Сол үшін осындай жылдық договорға тұрып алған жақсы, себебі 2 есе арзан шығып жатыр. Мысалы, біз қазір договорға тұрмай ай сайын тарифке қосылатын болсақ, 8 гигабайт қанша деді? 63 деді. 63 лира. Ал біз қазір бір жылға договорға тұрып жатырмыз. 35 айына 35 лира. Ал егер сіз 9 айдан кейін болып түсе алмай қалдық, құдай сақтасын, түсе алмай қалдық, кететін болып қалды, сіз бір жылға болмайсыз, бұл жақта бір жылдан көп болмайтын болсаңыз, сіз просто договорды бұзасыз, ол кезде
штраф төлейсіз, штрафтары қымбат емес, 150 лира екен. 100-150 лира жаза төлейсіз дейді. Болды. Міне 12 айға 63-тен төлеп жүрсең 756 шығатын еді. Ал біз қазір 12 айға 35-тен төлейміз 400. Кейбір тарифтерде, мысалы 8 гигабайт берсе, оның ішіндегі 1 гигабайт YouTube-қа деген сияқты бөліп қояды. Сіздіңкі YouTube-тағысы бітіп қалса, кейін YouTube-қа кіре алмай қаласыз. Соны сұрап алыңыз. Меніңкі қазір қосып жатқан ондай емес екен, 8 гигабайт жалпы интернетке береді. Біреулерінікі ішінде бөлінеді. Google-ға андай гигабайт, YouTube-қа ыңғайсыз по идее. Ал ендеше сим-картаны ауыстырып көрейік. Шықты, что-то сим-карта бір шықты, екі шықпай жатыр. Екі бізде қазір Теле2 ғой. Теле2 істемейді тұр, бірақ сим-карта бір істеп тұр. Түрік Телеком шықты. Достар, бұл кішігірім секрет. Осылай ауыстырсаңыздар, қайттан жоқ болып кетті. Шығып қайттан жоқ болып кетті. Енді сіздерге өзімше болып айтқан едім, осылай істесеңіздер болады деп. Ай, достар, бак, папа телефон кусымай жатты бияз. Что-то бұдау телефонға байланысты ойдым. Біреулер действительно солай істеген екі сим-картаны, оларда істелінді. Білмеймін, менде телефоннан ба, менде қазір Xiaomi телефоны, Xiaomi емес, Redmi. Қандай деді телефонның маркасы? Меніңкі Redmi Note 9 Pro телефоны бұда болмады. Айдос, привет. Я не знаю, Рома говорит, что он просто с одного слота в другой переставил симку, и все у него работало. Егер сіздер істелінген болса, бұл осы комментарийға жазып кетіңіз, бәрімізбен бөлісіңіздер. Лично менде бұл болмады. Ендеше ары қарай қайттан дискотекаға барайық. Мынау демалыс өте керемет өтіп жатыр, сағат 12-ке дейін, қазір уже 20 минуттан кейін уже бітеді. Бұл бір студенттер уже осы аптаның ертеңнен бастап уже экзамендер басталады уже. Ертең біздің 950 университетіне экзаменға кіреді балалар. Біздің группаластар уже ертең 950-ге ИОС тапсырады, уже ертеңнен бастап экзамен. Бұл студенттердің бастарын уже қоса алмай қалулар мүмкін, бәрінде экзамен, бәрінде сабақ. Сол үшін бұл алдын ала істелінген студенттермен қоштасу күні сияқты. Молодцы. Келеш бұл өткен жылда болған екен, бұл патима, бұл мейрам. Енді келеш жылы келетін студенттер Юкселишке келсеңіздер, вам повезло. Осындай концерт көресіздер. Келеш жылда болатын шығар деген үміттемін. Онда келесі роликтерде кездескенше сау, саламатты болыңыздар.